Assalomu alaykum do'stlar, holdaringiz qalay? Ketaman. Hop. Qazarım жүріп пока что. Әлі туған жоқ. Февральдарда уже кіргізетін шығармыз ішке. Ту сезоны келіп тұр уже. Солай. Қарайық. Бұлар не істеп жатыр екен? Бұлар уже ұйқыға кеткен сияқты. Кешкі түсірілім. Мына таңертең кезінен кешке. Бұлар уже ұйықтатқан сияқты. Кейбіреуі үстіде тұрған. Бәрі үнжеге жинап қалыпты. Мені күткенімді бір дәмесе ғой. Тауықтарға жемді осы кешке арта осылай жылы жерге берем мен. Алдындағы ракоштак жеп қойған бір күн бұрын. Ал едім ракоштак. Бүгін неше жұмыртқа туыпты. Қазір қарап жіберейік. Оппан. Нешеу? Жетеу мына еді. Бүгін 12 жұмыртқа. Ал мына аяққа ешкім тумайды. Осы жаққа неге екен тумайды? Оны білмедім. Қазір барлық тауық туып атқан жоқ, шыны керек айтайын. Кішкентай балапандар тумайды әлі. Слишком күттейме. Сіздердің тауықтарыңыз жақсы туу үшін не істеу керек? Ең бірінші жемі жақсы болу керек. Андай нан, пан, ондайлар бармайды. Чисто осындай жақсы жем болу керек. Басында шығын көп болады. Содан кейін кішкене шығын істегеннен кейін тауықтарыңыз өсе келе шығынды ақтайды. Егер сіз ол туған жұмыртқаны жақсы сатып білсеңіз. Екіншісі суы әрдайым толып тұру керек. Екі ыдыста тұр. Ана бір ыдыста, жылы жерде. Екіншісі сыртта. Мына жерде. Шелекте тұр. Одан кейін не болу керек? Бөденеге жемдерін алып алайын. Одан кейін ракушняк болу керек. Немесе тас. Сондай бірнеше болу керек. Жұмыртқа сыртын қатайту үшін. Аптасына бір рет болсын беріп тұру керек. Бөденеге. Сосын тағы да жылулық болу керек. Жылулықсыз болмайды енді. Қазір, мысалға, бір нәрсені алып тастаңыз болып тумайды. Мысалға, жемі, суы, ракушнягі бәрі болып тұрса, жылулық болмаса тумайды. Ал наоборот, бәрі жылу, свет, ракушняк, су бәрі болып, жемі болмай қалса, ода да тумайды. Сондықтан барлығы болу керек. Солайын бөтенелерінде. Қандай ол
Bu денелерін жылы жерде тұр. Осы нелеріңіз болса, болды, жақсы болады. Кеңістік үлкен болу керек. Афиштер маңызды емес тууға, бірақ егер аплод керек болса, балапан шығарғыларыңыз келсе, әрине керек болады. Мына қорадағы боқ солар не осы огород жақтан не істеп жатыр. Құнарлы болсын. Тағы да тазалау керек осы демалыс. Тағы да видеолар шығаратын боламын енді. Неге жемеді, что-то бөлектемеңдер. Қазір су құямыз. Жем салып болдық. Осымен енді су құю керекпін. Тауыққа жер құйып жіберейін. Есі бітіп тұр екен. 3 сағат. Неше 6 болды ғой. Жер ұсы влажный қопты. Тазарту керек. Қаздар ақын жіберейік. Мар не істеп тұрды, аға су ұрып тұрған сияқты ол. Чіка. Енді келесі шығарылымда болады. 3 күнде қыста менің тауықтарым 3 күнде неше жұмыртқа туады. Примерно сондай видео сайын деп тұр ғой. Оппа. Суы қатып қалады, үстінен құю керек. Содан кейін итке де құю керек болады. Алдында әтеш сойдық баны жерде, стол тұрған жерде. Иті жауып қойынша, что-то салқын болып кетті. Кеш болды енді. Қараңғылады уже. Бәрі
Bu ne? Alacak mı? Son sapmaydı. Егер мен 33 тауымның 33-і де туса, сол кезде вообще теріс барып. Солай ма? Бірақ мыналар уже 2 жылға жақындап қалды мыналар. Бірақ сонда да туып жатыр. Бес айлық артист, 6 айлық артистердің ғой. Тентек ё-моё. Болды. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар достар.